125 high school, болашаққа жол. 125 high school, білім ал көр. 125 high school, сен ақылды бол. Саламатсыздар ма балалар? Біз естеріңізде болса өткен сабақта Америка Құрама Штаттарындағы дағдарысты өткен едік. Сол дағдарыс қалай болды, оған кінәлі кім, соларды анықтаған едік. Енді біз бүгінгі сабақта сол дағдарыстан шығу жолдарын іздейміз. Жалпы оны біз ғана емес, Франклин Рузвельтті іздеп Американы шығарған еді. Біз бүгін Франклин Рузвельт кезіндегі жаңа бағыт саясаты деген тақырыпты өтеміз. Жалпы Франклин Рузвельт кім десеңіздер, бұл кісі мына төбеде суретте тұр. Міне Рузвельт бізде атақты тұлғалардың бірі. Бұл кісі Америка тарихында сонда бұрын болмаған 4 рет қатарынан президент болған адам. Бір рет емес, 4 рет президент болған адам. Осылайша Рузвельт жаңа бағыт деп аталатын саясат арқасында 1933 жылы ақш билігіне сайланады. Осылайша Франклин Рузвельт билікке келіп, ол елді дамытуды өз қолына алды. Ол оған дейін 1928 жылдан бастап Нью-Йорк штатының губернатор болып жұмыс істеді. Ол кедейлерге мемлекеттік көмек көрсету сияқты баламасы жоқ бағдарламаның авторы еді және оны жүзеге асырған еді. Дағдарыстан шығу және әлеуметтік шиеленістерді жұмсарту үшін ол Америка халқына кейін жаңа бағыт деп аталып кеткен саясатты ұсынды. 1933-1941 жылдар аралығында президент Рузвельт бұл саясатты америкалық қоғамдағы терең реформалардың бастамасы деп атай бастады. Жаңа бағыт экономиканы мемлекеттілік реттеу, мемлекеттің жеке меншік шаруашылықтың істеріне араласуын білдірді. Бұл реформалар кейнсшілдік деп аталатын теория негізінде жүргізілді. Енді ол қалай десеңіздер, атақты Джон Кейнс деп аталатын экономист болды. Осы экономист дағдарыстан шығу жоспарын жасады. Осы кісімен ақылдасып кеңескен адамның бірі осы Американың президентіне кандидат әрі президент болған кейін Франклин Рузвельт еді. Осылайша Джон Кейнстің басты жаңа саяси идеясы бойынша нарықтық экономикалық қатынастар жетілген және өз-өзін реттейтін ұйымдарды құру қажет болды. Жоғарғы деңгейде жұмыспен қамту және экономикалық өсімді тек мемлекеттің белсенді араласу арқылы қамтамасыз етуге болады деп сенді. Осылайша Рузвельт өз лауазымына кірер кезде елде банктік дағдарыс болды. Рузвельт Америкадағы банктердің бәрін тоқтатып тастап, бар жоғы 5000 банк бар еді ол кезде. Сол 5000 банктың тек қана 500-ақ банкін қалдырады. ақш-тың қаржылық орталықтары ретінде болған қалалар ретінде Нью-Йорк қаласы мен Чикаго қаласында банктер еді. Ол жерде қолма-қол бізде ақшаны қамтамасыз ету мүмкін емес болды. Осылайша ақша жетпеуіне байланысты ақша қатынастарын тоқтатып қоюға мәжбүр болды. Бұл банктік дағдарыс, осыдан құтқару үшін, осы жағдайдан шығу үшін Рузвельт елдегі барлық банк қызметтерін реттеу бойынша уақытша банктерді жауып тастады. Нәтижесінде кейбір банктер жұмысын тоқтатты, ал басқаларына көмек көрсетілді. Банктік жүйе қайтадан қалпына келтірілді. Ірілендірілді. Ірі банктер пайда болды. Іс-шаралардың келесі бір тобында айтатын ерекшелігі ауыл шаруашылығында реформалар жүргізді. Бұл жаңағы естеріңізде болса, Кальвин Кулижге 2 рет жаңағы кімдер келеді? Фермерлер келеді, оларды заңын қабылдамай қояды. Одан кейін кеншілердің заңын қабылдамай қояды. Рузвельт тұрады, неседі Кальвин Кулиждің қателігін табады да айтады. Біз біріншіден осы жаңағы кеншілерге субсидия беруіміз керекпіз. Екінші, біз осы фермерлерге жағдай жасауымыз керекпіз. Фермерлерге жағдай жасасақ, біздің базарларымызда және магазиндерімізде бізде пайда болады не? Ет, сүт, тағы басқа қажетті өнімдер, нан деген сияқты. Осылайша жағдай жақсара бастады.
1933 жылы аграрлық дағдарыстан шығу ниетінде ауыл шаруашылығын реттеу туралы заңды қабылдады. Бұл заңды ауыл шаруашылық реттеу әкімшілігі деп аталады. Бұл ұбт-дан былай келеді AAA деп. Яғни мен ағылшынша енді прям қатты білмеймін де, Agricultural Adjustments Administration деп аталатын сөз, яғни ауыл шаруашылығын басқару туралы басқармасы деген мағынаны білдіреді. Яғни AAA бұл ұбт-дан келеді. Жазып алыңыздар. Бұл әкімшілік ауыл шаруашылық өнімдерінің бағаны реттеу құқықтары пайда болды. Одан бөлек фермерлердің өнімдеріне бағаны өсуіне байланысты олардың табыстары ұлғайып отырды. Егіндік алқаптар мен ірі қара мал басының қысқаруына ақы төленді. Себебі көптеген сүт өнімдері ашып кетуіне байланысты мал басын қысқартуға тура келді. Сөйтіп мал басын жаңағыдай оларда мясный корпустарға айдап жаңағы колбаса шығара бастады. Рузвельт колбасаны ойлап тапқандардың бірі болып саналады. Әдейі емес енді, нечайно ашылған жаңалықтардың бірі ғой. Сонда бұрында колбаса болмапты. Міне сол. Енді бұл ұбт-дан келмейді. Бұл жазбай қойыңыздар бұл нәрсені. Ары қарай кеттік. Сонымен қатар үкіметтік бағдарламалар кезінде мектептер мен жолдардың салынуына және орманды алқаптардың көбеюіне жалпы көмектесті. Яғни жаңағы қабылданған шаралар нәтижесінде елде ақша, тамақ пайда болды. Нәтижесінде мектептер соғылды, жаңағыдай жолдар нормально соғыла бастады және ормандар, ағаштар егіліп, ормандар өсуіне мүмкіндік жасалынды. Мысалы, Теннесси штатында Рузвельт әкімшілігі кедей фермерлерді жаңарту және электр энергиясын өндіру үшін су көздерін пайдалану, су тасқынын алдын алу мақсатында бөгеттер салу бағдарламасын қаржыландыруды ұйымдастырды. Это нормально нәрсе, қараңыздаршы. Теннесси штатында, Америкада, яғни Теннесси деген штат бар, сол жерде су тасқынын болдырмау үшін алады да не істейді? Жаңағы кедей фермерлерге, жаңағы сол жерлерге барып тұруына жалпы рұқсат бере бастады. Одан бөлек сол жерде бөгеттер, яғни дамбалар соға бастады. Есастар ма? Соны соғатын компанияларға мемлекеттен қаржы беріп, қаржыландырылды. Түсінесіздер ма? Ана. Келесі айтатын нәрсе, бұл жерде тағы да басқа заңдардың ішінде маңыздылардың бірі 33-ші жыл жазда қабылданған өнеркәсіпті қалпына келтіру туралы заң болды. Яғни 33-ші жылы Рузвельт ойлана келе, біз өнеркәсіпті қалпына келтіруіміз керекпіз, давай заң қабылдайық. Осылайша өнеркәсіп кешендеріне, заводтарға, фабрикаларға біз кәдімгідей инвестиция ретінде ақша құйық, давайте шетелден инвесторлар тартайық деген сияқты қалпына келтіре бастады. Оның табандылық белгісі ретінде көк қыран белгіленді. Яғни көк қыран көп тұрыстары осы бізде табандылықтың белгісі. Рузвельттің табандылығы, настойчивости арқасында ол жеңіске жетті. Рузвельт андай прям талантты емес, бірақ ол кісі андай айтқан нәрсесін істейтін и сондай адам болды да, и сол үшін ол жетістікке жетті. Жалпы өнеркәсіпті қалпына келтіру үшін арнайы мекеме құрды. Ол мекеменің аты NRA деп атайды. Дұрыс айтып жатырмын, наверное, да. Ағылшындар мақұл. Осылайша өнеркәсіпті қалпына келтіру үшін NRA деп аталатын арнайы басқару органы құрды, который бүкіл заводтар мен фабрикаларды бақылауда ұстайтын. Осылайша Рузвельт өнеркәсіпті 17 топқа бөлді. Мына мақта тұр екен как раз. Осылайша өнеркәсіпті 17 топқа бөлді. Олардың әрқайсының қызметі арнайы нормативті құқықтар актілерімен, яғни заңдармен бекітіліп, реттеліп отырды. Еңбек ақы деңгейі және жұмыс уақытының ұзақтылығын, несие шарттарын, бағаларды және шығарылатын тауарлардың үлесін және басқаларды анықтайтын адал бәсекелестік кодексінің қабылданды. Міне, яғни Кальвин Кулич істемеген дүниенің бәрін Рузвельт істеп жатыр. Яғни еңбек ақы деңгейін көтереді. Жұмыс уақытының ұзақтылығын сәл қысқартады. Несиелердің шарттарын белгілей қылады. Бағаларды тұрақтандырады. Шығарылатын тауарлардың үлесін қарайды, басқарады және бізде адал бәсекелестік болғандығын бақылайды.
Соны алып қарайтын болсақ, бұл бәрі жетістікке алып келген шаралар болып саналды. Осылайша жұмысшылардың жағдайларының нашарлауы, еңбек ақының төмендеуі, өндіру шамасының артуы сияқты жағдайлар есебінен кәсіпкерлер бәсекелестік артықшылықтарға ие бола алмады. Ұжымшарлардың енгізу тәжірибесі қолданыла бастады. Яғни ұжымдық шарттарды қолдануды енгізе бастады. Жаңа бағыттың әлеуметтік реформаларына тоқталатын болсақ, экономикалық жандандырудың бастамасы әлеуметтік шиеленісті бәсеңдете алмады. Керісінше олардың белсенділігі арта түсті. Яғни елде экономикалық жанданудың бастамасы әлеуметтік шиеленісті бәсеңдете алмады. Елде керісінше оның әлеуметтік шиеленіс күшейе түсті. Енді жаңағы колледждің істеп кеткен дүниесі ғой енді. Жаңағы кімдер еді, қара нәсіл адамдардың құқықтарын қорғалмауы, антисемиттік қозғалыстар, антикатоликтік қозғалыстардың өршіп кетуі, сол дискриминациялардың болуы, соның бәрі одан сайын өрши бастады. Оны өкінішке орай Рузвельт тоқтата алмады. Мына осы. Елде америкалықтардың қалыптасқан жағдайға көңілдерінің толмағандығын білдіретін жаппай қозғалыстар басталды. Халық всегда недовольный, халық осылайша тағы көңілсіз екендігін айтып, шыға бастады. Сондықтан жаңа бағыт әлеуметтік реформаларды жүзеге асыра бастады. Ең қараңыздаршы, бірінші жаңағы банкты қалпына келтірді, өнеркәсіпті қалпына келтірді, ауыл шаруашылығын қалпына келтірді, бірақ әлеуметтік жаңағы проблемалар шешілген жоқ. Яғни зейнетақы мәселесі, одан кейін жалақыны өсіру мәселесі, жаңағы үйде отырған жалғызбасты әйелдердің, мүгедектердің, пенсионерлердің, яғни осылардың проблемасы шешілмей қалды. Соны шешу үшін Рузвельт тұрады да не істеді? Әлеуметтік реформа жүргізеді. Елде жесір деген жалғыз басты әйел күйеуі қайтыс болып кеткен жетімдер, мүгедектерге көмек көрсету және жұмыссыздықты сақтандыру және зейнеткерлікті қамтамасыз ететін заңдар қабылданды. 1935 Вагнер актісі деп аталған заң кәсіп одақтардың құқығын бізде арттыратын ерекше заң болып саналды. Яғни ол жұмысшыларға кәсіп одақтар құруға, ереуілдер жүргізуге құқықтарын бекітті. Яғни Вагнер актісі бойынша еңбек қатынастары мемлекеттің есебінен реттеліп отырды. Яғни Вагнер актісі бойынша жұмыс істейтін адам өздерінің құқықтарын қорғай бастады. Яғни олар не істеді? Жұмыс уақытын қысқартты, жалақыны өсірді, жұмысқа адамдарды ала бастады, ереуілдерге шығуға мүмкіндік берді. Жұмысшылар неге ереуілге шығады? Себебі оның талаптары орындалмай жатыр. Ол өзіне қажетті жағдайды жасағысы келді. Көрдіңіздер ме? Жұмысшылар ереуілге шығу арқылы жұмысшыларды демалыстары пайда болды. Яғни суббота, воскресенье демалыс деген дүниелер пайда болды. Обед, тегін түскі ас пайда болды. Бұрында адамдар тамақты үйіне таситын еді. Енді жұмысшыларға тегін ас бере бастады. Одан бөлек оларды пенсияға шығара бастады. Бұрында тупо жұмыс істейсің зарплатаға, пенсия алмайтын едің. Енді сене жұмысшылар ереуілге шығу арқылы өздерінің құқықтарын қорғап, зейнеткер ретінде шығып пенсия ала бастады. Мына сол. Одан бөлек жаңағы жұмыс кезінде арнайы формалар болды, жердің астына қазатын фонаригі, күректер, саймандар өздері сатып алатын еді. Енді оларда ақша тұрады ғой, дұрыс па? Енді соларды жаңағы жұмыс беруші беретін болды. Осылайша біздің қазіргі 8 сағаттық жұмыс уақыты енгізіле бастады. Осылайша еш нәрсе оңай болмайды өмірде. Біз күресуіміз керекпіз, соған талпынуымыз керекпіз. Осылайша біз қазіргі жағдайға жете бастадық. Енді мақұл кеттік ары қарай. Мотивейшн болып кетті ғой бұл жер. Келесі айтатын мәселе, жаңа бағыттың маңызды бағыттарының бірі жұмыссыздар үшін қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру қажет болды. Жұмыс жоқ адамдарды, образование жоқ адамдарды қоғамдық жұмыстарға жібере бастады. Яғни жер қазу жұмыстары, жаңағы асфальт соғу жұмыстары, жаңағы үй соғу жұмыстары, көше сыпыру жұмыстары деген сияқты сондай жұмыстарға жіберілді. Онымен қоғамдық жұмыстарды дамыту туралы әкімшілік пайда болды. Яғни WPA деп аталатын басқару формасы ол қоғамдық жұмыстарды дамыту әкімшілігі деп аталады.
Жаттап алыңыздар, ұбт-дан келеді. Сонда ұбт-дан келеді не? AAA, WPA, NRA, Вагнер актісі, бұлардың бәрі ұбт-дан балалар келеді, дәптерге сызып жазып алдыңыздар. Енді жұмыссыздарды арнайы құрылған жол, көпір және тағы басқа жұмыстармен, салумен және жөндеумен айналысты бұл адамдар. Бастапқыда қоғамдық жұмыстарда отбасыларының асыраушысы ретінде ер адамдар үшін ғана жұмысқа алатын болса, тек қана ер адамдар жұмысқа алатын болса, бастапқы кезде, одан кейін әйелдерді де кейін ала бастады. Тек 1935 жылға қарай үкіметтік бағдарламалар өз шаруашылығын жүргізетін жалғыз басты әйелдерге ғана тоже көмектесе бастады. Әсіресе жастар үшін жұмыстар ұйымдастыру ерекше рөл атқарды. Әрине жастарды бастапқы кезде тарта бастады. Алғаш рет ақш тарихында 35 жылы Конгресс әлеуметтік қамтамасыз ету туралы заңды қабылдады. Бұл заң бойынша америкалықтарды жұмыссыздықтан қорғады. Яғни сен жұмыссыз болмайсың никак. Сен оқу бітірдің ба, колледж, универ бітірдің ба, сен міндетті түрде саған жұмыс тауып беру керек. Егер жұмыс тауып бермей ма, жұмыс жоқ па, саған сен мемлекеттен пособие аласың ай сайын. Мына осы тема пайда болды. Мүгедектік бойынша төлем. Сен мүгедексің ба, сен жұмысқа алмай ма? Жарайды, саған пособие берейік мүгедектік деп. Қартайғанда берілетін зейнетақы, яғни адамдар 65 жасқа толады, осылайша пенсияға шығады, зейнетке шығады, сол кезде оларға тоже өмір сүру үшін бере бастады, тағы пособие беріле бастады. Келесі айтатын мәселе, жаңа бағыт жетістіктерінің арасында Рузвельт 4 рет президент болып сайланған ақш-тың жалғыз президенті болып саналады. Ол 45 жылға дейін Американы басқарды. 45 жыл Рузвельт қайтыс болды. Рузвельт қайтыс болған кезде мыңдаған, миллиондаған адамдар жылады, себебі Американы дағдарыстан алып шыққан адам осы Рузвельт болып саналады. Соғыс аралығында кезеңде ақш-қа тоқталатын болсақ, бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқаннан кейін, одан кейін экономикалық дағдарыс болғаннан кейін, жалпы Америка соғысқа қатыспаймыз деп айтады. Бейтарап саясатын ұстанады. Соғыстан кейінгі англо-американдық қарама-қайшылықтар күшейе бастады. Сонымен бірге Германия репарация мәселесін шешілмей қалды. Осылайша Германия мемлекетіне 24 жылдан бастап жалпы Америка тоже көмек көрсете бастады. ақш, Англия және Германияның экономикалық және саяси жағдайын тұрақтандыруына қарамастан, репарациялық мәселені шешуде өзіндік нұсқаны ақш ұстана бастады. Осылайша ақш Германияға көмектесу мақсатында Даус жоспарын қабылдады. Яғни Даус жоспары қай жылы қабылданды десе, 1924 жылы дейсіздер. Германияға бөлінген қарыздың көп бөлігін ақш банктері ұсынды. Яғни Германия, Англия мен Францияға қарыз, Германияда ақша жоқ. Германия ақшаны қайдан алады? Қарызды қалай береді? Әрине Германия Америкадан қарыз алады, яғни кредит алады. Осылайша Германия ақштан алынған кредитті алады да сол ақшамен Англия мен Францияға қарызын, яғни репарациясын беріп төлейді. Осылайша енді Германия Англия мен Францияға төлемейді. Енді Германия кімге төлейді? Тек қана ақшқа қарыз болып, ақшқа кредитті төлеп отырады. 1929 жылы Германияның репарациялық міндеттерін жалпы көлемін қысқартуды қарастыратын Юнг жоспары деп аталатын жоспар қабылданды. 1929 жылы дағдарыс басталды, білесіздер. Ол дағдарыс Нью-Йоркта Уолл-стрит көшесінде басталды, одан кейін бүкіл Европа әлемге таралды. Бұндай ауыр жағдай Германияда да болды. Немістер тұрады айтады, біз енді төлей алмаймыз, енді ақша жоқ, кризис. Тұрады Америка, жарайды, онда Юнг жоспары бойынша сіздер қарыздарыңыздың жартысын біз кешіреміз дейді. Осылайша Германия қарызын жартысы кешірілген жоспар Юнг жоспары деп аталады. Ол Германияның әскери экономикалық күш қуатының қалпына келуіне одан әрі жағдай жасаған жоспар. Немістер қарызын жартысы кешірілгеннен кейін немістер әрине не істейді? Қуанады. Осылайша Германияның экономикалық жағдайы жақсарады. 1928 жылы Бриан-Келлог деп аталатын пактіге қол қойылады. Бұл пакті бойынша ақш, Франция, Ұлыбритания және Германия секілді, Жапония және КСРО секілді елдер, әлемдегі мықты 15 мемлекет бұған қол қойды. Айтады,
егер дау жанжал проблема болса, давайте бейбіт түрде шешейік, соғыспай ақ қойықшы, бірінші дүниежүзілік соғыс уже мына жерде тұр дейді. Осылайша бұлар соғысудан бас тартамыз деп айтады. Енді бұл құжатқа 39 жылы елдер саны көбейеді, 63 мемлекет қол қояды, 39 жыл соғыспаймыз дейді да, бірақ по-любому 39 жыл бізде екінші дүниежүзілік соғыс басталады. Осылайша Брейан-Келлог пактісі маңыздылығынан айырылады, бүкіл әлемде соғыс басталды. Нәтижесінде 30-шы жылдарда теңіз қарулы күштері бойынша шектеу туралы Лондон конференциясы шақырылды. Лондон конференциясы бойынша жетекші империалистік мемлекеттер өздерінің теңіз әскери флоттарын қысқарта бастады. Мына балалар келесі айтатын маңызды бір мәселе ақш-тың қиыр шығыстағы саясатын айтайық. Жалпы 1922-30 жылдар аралығында Вашингтон принципі бойынша қиыр шығыста өз саясатын Америка нақты қоя бастады. 20-30 жылдар аралығында әсіресе экономикалық дағдарыс кезеңінде қиыр шығыста жағдай шиеленісіп кетті. Қытай үшін бәсекелестік күшейе түсті. ақш Қытайдағы ашық есік пен тең мүмкіндіктер принципін сақталуын ерекше қабылдай білді. Яғни Қытай ешкімдікі болмау керек, Қытай бәрімізге бірдей тең мүмкіндік қалыптастырып, бәрімен бірдей сауда жасау керек деп айтады. Енді изоляционизм саясаты деген сөздің мағынасы қазақша оқшаулану саясаты деген сөз, яғни бейтарап саясаты. Ұлы депрессия, яғни ұлы дағдарыс кезінде Америкада жаңағы жағдай қиындап кетті. Ол тек қана бүкіл әлемге әсер етіп қана қоймай, әлемдік экономиканы тоқтатты, төмен түсірді. Осылайша 35-ші жылы ақш конгресі бейтараптық туралы заңға қол қойып заңды қабылдайды. Оған сәйкес ақш қандай да бір блокқа, ешқандай ұйымға, антанта немесе үштік одаққа кірмейтіндігін мәлімдейді, және ақш ешқандай жанжалға, соғысқа, кикілжіңге араласпайтындығын мәлімдейді. Осылайша ақш бейтарап саясатын ұстанады. Бұны жасаған жаңағы Рузвельт, себебі Рузвельт кризистен елді әрең дегенде алып шыққаннан кейін ары қарай соғысу ақылға қонымсыз деп ойлап, соғысқа араласқысы келмеді. Мына осы. Енді біз бүгінгі сабағымызды осы жерден тоқтаймыз. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар, конспект жазуды ұмытпаңыздар. 125 high school.